барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге Асылбек Нариман және Супер Қазақ арнасы. Бүгін бізде Clash Royale ойынына екінші видео. Бүгін бізде атака, яғни онлайн отырған адамдармен соқсамыз. Короче, бүгін зеркаланы қолданып победитель, яғни жеңімпаз болу. Біз мұнымен алмастырамыз. Бірінші 2-2 шығып көрейік. Мінекей мынау жақында өзгерген обновлениеден өзгерген анау бетіндегі картинкасы бірінші. Ал кеттік, бісмілләй деп. Бірінші бедма, екінші колдон. Наяқтан яртыс тастап отырмын. Короче, осылай не яртыс көп екен мұнада. Базар жоқ, зеркало екен қойдық. Ал енді қабан жіберейік. Қабан өзіме қатты ұнайтын қабан, өйткені қабан деген еш нәрсеге қарамайды, оның үстіне жылдам, қыпысы, урон барлығы мықты, өте жақсы эффект көрсетеді. Короче, шарға ұқсайды, бірақ шар деген не баяу да, тым баяу. Әйтпесе мынау қабаннан кем емес ол. Не ол шеге валька тастап жүр. Сосын маған валька ұнайды. Валька деген бір кереметі ғой. Рахатжан деген кетпейді. Алып тастай бер. Ол басқа. Бір жыл салып тастайтын сияқты, что-то деп қоям алып тастадым. Ал енді дігіректеп жүріп, шауып жүріп, бір жыл салып алса, мынау біздің не принц. Принц менде 3-ші уровенге жаңа көтеріп алдым. 3-ші уровен өте жақсы екен. Былайынша келгенде. Но простойларын қолданады ғой. Обычный деген простой деп үйреніп қалыппын. Ё-моё. Жоқ. Колдун. Жібер. Скелет. Ал енді кабананга. Представьте көтсең, қуып көте берем менде кейде. Шатасасын бар, қарап отпасаңыздар енді. О, бір жұлдыз. Міне қиратты. Екінші қабан жіберейін. Міне. Сәтін салып деген осы. Принц, сен қарасайық. Принц. Ё-ма. Қират. Алтыр. Шап. Жібер аттың басын. Міне. 3 жұлдыз достар. 3 жұлдызға алдым. Өте оңай болды дегенде 1 минутта көп қояйық, ахаха деп өтіп қалды. Короче, Нариман 2003. 2003 атак. Зеркало деген жақсы. Зеркаланы мен қайдан алдым? Осының алдында бір обновлениеде бір осы жерден жақсы бір не шықты. Зеркалоға қатысты. Осында бірде әскер болып қойды, дәл осындай қылып, сонымен қатысты. Мен 8-ші уровенге дайындалып жатырмын. 741 болыпты. Ал енді одинокий бой. Яғни жалғыз шайқас. Короче, бірінші бітеміз. Биткенде принц енді бедма. Алдына тастаймыз қазір. Алдыға алып шығатына. Қараңыздар, көрдіңіздер ма? Осы жерін туған принцтің. Жамбер. Жамбер дегенде адам бер. Бедма. Палька. Аха. Иша өліп қалды қасқа. Ничего. Әлі опытымыз бар. Шанс бар. Айттым ғой, қарап отырмасаңыздар шатасасын бар. Ё-моё. Осы шарға риза болғам, жаны кетпейді. Бірақ тым баяу, сол жер ұнамайды. Ал дуэлге шығыңдар ал. Мен қазір принц жіберем, ол принцке қарсы. Шабанау. Менің принцім жегді. Өйткені менде жан көп болды. Оның үстіне 3-ші уровен дегенде. Қазірде эпический негде
эпический недегі әскерлерді көтеру қиын. Армиядағы әскерлерді көтеру қиын болып жатыр. Қазір бір атса болды қирайды деген сөз. Әне қирады. Шошасына риза сейміз ғой, мәшіш. Орыстар көріп сойғысы келесін шығар. Короче, енді бедмаканы жіберем, бедма. Бір жылыз кетті менен. Жоқ, ё-моё. Амал жоқ енді. Мына жақтан екінші бедманы жіберіп қояйық. Тігідік. Жаңа осының алдындағы не сияқты болады сияқты. Шамалған өлмеген дұрыс ет негізі. Не қыртсат. Каван. Жақсы. Жо. Яма, алты, 2 жыл кетті. Менде 15 секунд қалды, 15. 1999 жылғыларға арналады деп отсаң, қуып кеттім ғой. Айой! Алдына шықпағанда, ё-моё! 1999 жан қалды ғой. Эрик. Короче, қазір квест деген қызық болып жатыр. Мынаяқтан квест деген шықты. Менде 240 жинасам болды. Мен супер магический сандук, яғни легендарный сандукты аламын. Мынаяқтан редкий картаға шықты. Бұл мынаяқтан мындай редкий картаға адам берсең болды, сондай көбейте береді. Сізден болған Асылбек Нариман және супер қазақ арнасы. Сау болыңыздар.